Сәлем бауырластар. Мен бүгін осы сіздермен Құдай сөзімен бөліскім келеді. Ол нақыл сөздер кітабы 29-шы тарау 25-ші аятты оқып бергім келеді. Бұл жерде бір маңызды сөздер бар. Бәрімізге соны оқып бергім келеді. Өте керемет сөздер. Адамдар алдында қорқу тор құрып тастайды. Ал жаратушы иеге үміт артқандар қауіпсіз болады. Тағы да оқайын. Адамдар алдында қорқу тор құрып тастайды. Ал жаратушы иеге үміт артқандар қауіпсіз болады. Аумин. Осы аяттарды мен не үшін оқып жатырмын? Кейде біздер адамдар жалпы бұл жерде айтылады, адамдар алдында қорқу дейді. Қорқыныш әрқайсымызда болады. Адамдардан кейде біздер қорқамыз, ұяламыз, адамдардан сескенеміз. Адамдар біз туралы не айтады, немесе адамдар бізге бірдеме жаман сөз айтуы мүмкін емес, бізге бірдеме істеуі мүмкін. Біздер абдырап кейде қорқамыз. Адамдардан қорқамыз. Бұл әрбір адамда кездесетін нәрсе. Бұл нәрсе Құдай қалай жауап беріп жатыр? Біз көреміз, осы жерде оқимыз. Адамдардан қорқу ол адамға тор құрып тастайды дейді. Тор дегеніміз ол мысалы орысшасында страх перед людьми ставит сеть дейді. Ол сеть. Былайша айтқан кезде мысал келтірейік, суда жүзіп жүрген балық. Балық ол суда еркін жүзеді, ол тез жүзеді судың астында, өзін еркін сезінеді. Егер торға түсіп қалса, балық қандай сезімде болады? Торға түскен балық ол бітті. Ол торға түскен кезінде ол қозғала алмай қалады. Ешқандай қозғала алмайды, ол өйткені ол торға түсті. Ол ілінген кезде ол енді еркін суда жүзе алмайды. Ол өзі барды да өзін сол торға алға ұстатты. Ол өзі барып ілінді, ол өзі ілініп қалды. Енді ол қозғала алмайды, ол ешқандай еркін өзін сезіне алмайды. Қайта ол қысылып қалды, ештеңе істей алмай қалды. Тура сол секілді біздер адамдар, біздер сенушілер адамдардан қорыққан кезде біз кімге ұқсаймыз? Тура сол балыққа ұқсаймыз. Торға түскен балық сияқты болып қаламыз, немесе торға түскен аңға ұқсап қаламыз. Қысылып қаламыз да ештеңе істей алмай қаламыз. Өзімізді еркін ұстай алмаймыз. Еркін, мысалы балық сияқты ол еркін жүреді, суда жүзіп. Сол сияқты ол ұсталып қалды. Сол секілді бізді адамдардан қорқа бастаған кезде, біз соған ұқсаймыз. Бұл өте дұрыс емес, өте сондай. Негізі біз өзіміз сол торға түсеміз. Не үшін? Себебі бұл жерде айтылады, адамдардың алдында қорқу ол тор құрып тастайды. Ал жаратушы иеге үміт артқандар қауіпсіз болады. Не үшін айтылып жатыр бұл жерде? Егер сен адамдардан қарап, оларға қарайтын болсаң, онда сен өзіңді торға салып жатқан секілді. Өзіңді тормен не істеп жатсың, орап жатсың. Керісінше бұл жерде Құдай айтады, маған үміт арт дейді. Маған үміт арт, сол кезде қауіпсіз боласың дейді. Қауіпсіз болады. Сондықтан өте маңызды бізге Құдайға толық сенім арту. Оған
барлық жағдайда Құдайға сенім арту. Не үшін? Себебі тағы бір аят бар. Мен сіздерге оқып бергім келеді. Бұл енді жаңа өсиетте Матай жазған ізгі хабар 28 тарау 18 аяттан бастап оқып беремін. Бұл Исаның көкке көтерілер алдындағы соңғы сөзі. Ол адамзатқа, бізге, сенушілерге қандай сөз сақтап кетті, бәріміз оқиық. Иса оларға жақында былай деді: маған аспан мен жердің бүкіл билігі берілген. Сондықтан барыңдар да барлық халықтарды маған шәкірт етіп, оларды әке, ұл және киелі рухтың атынан шомылдырудан өткізіңдер. Мен сендерге бұйырғанымдай бәрін де орындауға үйретіңдер. Міне мен бұл дүниенің соңына дейін барлық күндері өздеріңмен бірге. Әумин. Осы жерде маңызды бір сөз. Басында біз оқып өттік. Иса оларға жақында былай деді: маған аспан мен жердің бүкіл билігі берілген. Сондықтан барыңдар. Біз оқимыз. Не үшін айтып жатыр? Айтады сондықтан дейді. Сондықтан барыңдар. Нені айтып тұр сондықтан? Үстін оқимыз біз. Маған аспан мен жердің бүкіл билігі берілген. Былай жатқан кезде аспан, жер билігі дегеніміз, ол жалпы айтқан кезде барлық билік. Барлық билік ол Иса Мәсіхке берілген. Бүкіл билік, әлемдегі, аспандағы, жердегі бүкіл билік оның қолында. Сол үшін айтады ол. Сол үшін барыңдар. Сондықтан дейді. Барыңдар дейді. Бізге осы өсиет етті ол. Біз барып адамдарды шомылдыру рәсімін өткізуіміз керек. Біз құтқаруымыз керек. Бізді Құдай пайдаланады. Біз сол құтқарылудың құралдары біз болуымыз керек. Бізді сол шомылдыру рәсімін өткізуіміз керек. Барлық өсиет еткен Иса Мәсіхтің өсиеттерін біз үйретуіміз керек адамдарға. Біз үйретеміз адамдарға. Біз адамдар шомылдыру рәсімін өткіземіз. Біз адамдарға үйретеміз, қайда біз қорықпайтын кезде. Біз адамдардан қорықпайтын кезде ғана біз осы нәрселерді істей аламыз. Исаға толық сенім артып өмір сүрген кезде ғана біз осы өсиетті орындай аламыз. Ал егер біздер Исаға толық сенім артпасақ, біз әлі түсінбесек, бүкіл билік оның қолында. Біз кейде қараймыз интернетте, жаңалықтан қараймыз, жағымсыз жаңалықтар қарай бастаймыз. Сосын ойлаймыз, мына билік, осы билік иелері жердегі не істеп жатыр, неге осындай жағдай болып жатыр. Біз өз-өзімізге тор қоямыз. Негізі бүкіл билік ол Исаның қолында. Барлық жағдай болып жатқан ол Исаның қолында. Иса қолында оның бәрін өзінің алақанында ұстап тұр. Сондықтан ол бізге айтады: барыңдар дейді. Барыңдар. Сол адамдарды әкеліңдер, құтқарыңдар. Бауырлар, өте маңызды осы шындықтарды өз өмірінде соны түсіну, жүрекпен соны түсіну. Исаның қолында барлығы. Егер Құдай бізбен бір-бірге болса, егер Құдайдың қолында болса барлығы, онда біз неге қорқамыз? Ісқабар айтуға біз неге қорқамыз? Оның өсиеттерін адам сенушілерге үйретуге біз неге қорқамыз? Егер биліктің барлығы Исаның қолында болса, біз неге айтпаймыз? Өте маңызды бауырластар. Біз неге солай қасиетті өмір сүрмейміз? Кейде қасиетті өмір сүруде біз осы шынайы өмір сүруде біз қорқамыз кейде. Бауырлар, мен сіздерді дұғаға шақырамын. Мен сіздерді жалпы сыйынуға шақырамын. Құдай бізге сондай нық сенім берсін. Біз толық оған үміт артып өмір сүрейік әр күнде. Онымен тығыз қарым-қатынаста болып, Иса бізге айтып кетті: менсіз еш нәрсе істей алмайсыңдар. Сол жүзім ұқсайды. Ол тығыз сабақтары, тығыз қарым-қатынаста болған кезде ғана ол жеміс бере алады. Сол секілді біздер әр күнде Иса Мәсіхке толық үміт артып,
онымен тығыз қарым-қатынаста болып, оған толық өмір тартып өмір сүрейік. Сол кезде біз қауіп-қатерсіз, ешқандай қауіп-қатерсіз, бейқам өмір сүреміз. Иса бізге солай үйретеді. Біз осы шындықтарды жүрегімізге сақтайық. Осы шындықтармен біз өмір сүрейік. Біз еш қорықпайық, адамдарға айтайық шындықты. Адамдарға жеткізейік. Осы Иса бізге айтқан өсиеттердің барлығын біз жеткізейік адамдарға. Аумин.